Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай қамыры жоқ, жұмсақ болып шығатын хит пирог Банафипайдың ең тез дайындалатын әдісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Қамырын илеу үшін алдымен бізге бөлме температурасында еріп тұрған сары май қажет болады. Соған қантымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Сонан соң біздің жұмыртқамыздың екі сары уызын қосамыз, ақ уызын қоспаймыз. Жақсылап оны да араластырып аламыз. Енді ұнымызды еліктен өткізе отырып барлығын бірге салып жіберіп, үстіне қопсытқышымызды салып, жақсылап қолымызбен жұмсақ қамыры илеп аламыз. Бұл пирогты әртүрлі қамырмен жасап көрдім. Дәл осы қамыры өте сәтті шығады және өте дәмді, жұмсақ, нәзік болып шығады. Негізінен бұндай пирогтардың қамыры жақсы болып шықса, онда пирогыңыз жақсы болып шығады деген сөз. Енді қамырымызды осындай пергамент төселген формамызға төсеп шығамыз. Бірден төсе беруге болады, немесе уақытыңыз болса кішкене демалдырып алсаңыз да болады. Осылай жан жақтарын барлығын теп-тегіс етіп, біркелкі етіп қолымызбен төсеп шығамыз. Қамырымыздың құрамында қопсытқыш болғандықтан ол көтеріліп ісіп кетпеу үшін үстінен шаншқымен тесіп шығамыз, және жан жақтарында осылай шаншқының көмегімен тегістеп шығуға болады. Қамырымызды 15-20 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Ал оған дейін біз сливкимізді, яғни клейгейімізді қантты қосып, миксердің ең жоғарғы жылдамдығында 10 минуттай осылай жақсылап миксерлеп аламыз, өз қалпын ұстай алатындай етіп. Ондай болып шығу үшін біздің клейгейіміз салқын болу қажет және ыдыстарымыз құрғақ болу қажет. Міне біздің пирогымыздың асты, яғни негізі дайын болды. Үстіне кішкене пропитка жасадым. Негізі жасамаса да өте жұмсақ болып шығады. Пропиткамен жасап көрейін дегенмін. Үстінен вареный сгущенкамызды, яғни қайнатылған, қойылатылған сүтімізді жағып шығамыз. Сонан соң банандарымызды осылай турап бетіне онда төсеп шығамыз және дайын болған кремімізді осылай тегістеп, бетіне құя салып тегістеп шығамыз. Бетіне әсемдік үшін какаоны сеуіп шығуға болады. Дайын кремді кондитерлік қапшыққа салып сыға отырып жасауға да болады, ал егер уақытыңыз жоқ болса, осылай төсеп шығуға да болады. Жақсы идея деп айта аламын. Міне осындай әдемі пирогымыз дайын болды. Кескенде іші осындай нәзік болып шығады. Егер де сіздерге менің видеом ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, пікірлеріңізді жазып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.